20 деген жасыңыз ағып жатқан бұлақтай. 30 деген жасыңыз жарғы ойнаған лақтай. 40 деген жасыңыз ертеп қойған құраттай. 50 деген жасыңыз о да бір көшкен ел екен. 60 деген жасыңыз қайғылы мұңлы күн екен. 80 деген жасыңыз қараңғы тұман түн екен. 90 деген жасында ажалдан басқа жоқ екен. Жас өтер, бірте-бірте кәрі өтер. Баянсыз бұл жалғанның бәрі бекер. Жаһанда мәңгі жасар жан жоқ сірә. Кетеміз, кетті келер, тағы кетер. Суарған семсер секілді жастықта жатпа жайраңда. Кәріге жігітшілік жараспайды. Жанынан безген жырдан басқа жас жүректің кімі бар? Гимнастика адамның жастық шағын ұзартады. Жастық арман, бұл сенім, бұл ерлікке құштарлық, бұл әрі лирика, әрі романтика. Бұл болашақ жөніндегі үлкен-үлкен жоспарлар. Бұл болашақ атаулының бастауы. 15 жас құйын қуған желмен тең. 20 жас дауыл ұрған көлмен тең. 35 ағып жатқан селмен тең. 45 аю аспас белмен тең. 75-те өр көңілің жермен тең. 80-де селкілдеген шал боларсың. 90-да 80-ге де зар боларсың. 100-ге келсең, дүние қызығынан күдеріңді үз, өлмей тірі жүргенге мәз боларсың. Адам өмірінің биік шыңы жастық. 20 жас тарихи ерліктер жасайтын жас. Осыған әрқашанда әзір болу керек. Жастықтан бір күлгенің мың қаралық. Жастық армандамаса, адам өмірі бір нүктеде қатып қалар еді. Міне содан да жастық қиялының жарқ-жұрқ еткен қабығы ішінде ұлы-ұлы мұраттардың дәні көзден таса құпия өсіп-өніп шыққан ғой. Балғын шақтың өз сұлулығы бар, өз қызуы, ұшқырлығы бар. Жастық шақ әсем зат. Оны жастардың оңды-солды шашуы қылмыс. Жастықтың бойынан парықсыз паңдық емес, өз өнерінің күшіне сенер мығымдық тапқан қандай жақсы. Жастық адамға бір-ақ рет беріледі. Мұның басқа жас кезеңдерінен ерекшелігі, барлық әдемілік атаулымен асқаралы мұратқа бір табан жақындығы. Әдетте егде жастағы кісілер жастарға ақша жинауға кеңес беріп жатады. Бұл нашар кеңес. 5 теңгеліктер жинамаңыздар. Мен 40 жасқа жеткенше өмірімде бір рет долларды жинап көрмеппін. Жасында тырысқан қартайғанда қуанады. Жастық шағың жарқын жаздың бейнесі. Құтты жаздың ала алсаң жоқ бермесі. Жастық кез толассыз елту ақыл ой безгегі. Жас кезде қателесуден қорықпалық. Қайта солардан сабақ алалық. Қартайғанша қателесумен өмір өткізуден сақтасын. Жастықтың қалай өтіп жатқанын ешкім де аңғармайды. Ал өтіп кеткенін сезгенде әркім аһ ұрады. Жастық шақ өкінішпен өседі. Қайратты қарт тыныш өмір кешеді. Жастық шақ қазіргісін ғана ойласа, кемел жас бүгінгісін де, бұрынғысын да, болашағын да елеусіз қалдырмайды. Жастық жиһандағы ұлы тылсым. Жас сыны, 40-та қынаптағы қылыштаймын. 50-де әр қиынға жұмыстаймын. 60-ымда ашқарақ бөрідеймін. 70-те шала илеген терідеймін. 70-тен асып 80-ге келгенімде кері кеткен пердеймін. 90-ға келгенімде торғайдаймын. Атқа мініп малымды зорғайдаймын. Кемпір мен шалдан билік кеткеннен соң отырып от басында ойбайлаймын. 95-те мен өзім тор болғамын.
мүләйім отқа салған бор болғамын. Кәрілік әбден езіп болғаннан соң, баланың баласына қор болғанмын. Құрметті оқырман, видео ұнаса лайк басып комментарий қалдыра кетіңіз. Және де арнамызға тіркеліп алуды ұмытпаңыз.